фотограф болмаңыздар деп Білеміз. Не болды? Астанада беделді фотограф екеніңізді білемін. бір көрейік аға, тоқтай тұрыңыз. Құштар, осы подкаст жасауға келіскеніңе рахмет. Енді біз қазір мынау Пекиннің төрінде аэропортта отырмыз. Бір қызықты подкаст болады деп ойлаймын. Енді сен өзің Астана қаласында беделді бір фотографтардың бірісің, оны көпшілік біледі. Соған мен көрермендердің атынан біраз сұрақ берсем, соған жауап берсең. Жақсы. Бірінші сұрақ, сенің студияның аты «Әке бала» деп аталады. Не үшін «Әке бала»? Біріншіден «Әке бала» деген атты көп адам сұрайтын. Бұл не үшін «Әке бала» деп қоясыңдар? Бұл енді көп адамдарға бір қызықты болып естілетін. Ана мен бала бір, әке мен бала деген негізі ондай бір компанияның атына болсын, әйтпесе бір магазиннің аты болсын, ондай болмаған екен. Себебі басында мен осы атты қойған кезде ИП-ға барып тіркейін, сол кезде «Әке бала» деп жазамын. Сол кезде ешқай жерде «Әке бала» деген атау болмапты. Екінші себептен ол әкем екеуміз бастап жұмыс жасадық бұны. Әкем 2016 кез Қытайдан көшіп келді, осы жаққа келген кезде. Одан бұрын мен алдымен келіп, осы жаққа оқу білім алып, содан кейін әке-шешем пенсиясын алып Қытайдан осы жаққа көшіп келген соң әкем екеумізден не жұмыс бірге істейміз деп. Сосын той бастап кеттік, той түсіруден бастадық, фото, видео түсірдік. Сол үшін «Әке бала» деп қойдық енді, жалпы қысқасы. Әкем екеуміз жұмыс жасаған соң. Әке мен баланың арасындағы мейірім, әке мен баласының арасындағы бизнес, бірге бастаған бір кәсіп деп таниды, жақсы. Керемет атау екен. Бір құлаққа бір жағынан жаңаша болғанмен, бір жағынан бәрібір жаңағындай бір ыстық байланыс әке мен баланың арасында көрініп тұрады, естіліп тұрады, бір жақсы, керемет. Енді бұл студияның қызметтері жайлы айтып берсең. Қазір жалпы біздің студиядағы жасайтын жұмыстар көбінесе отбасылық суреттер түсіреміз. Сосын үйленетін жастарға да фотосессия түсіреміз. Студияның ішінде де түсіреміз, сыртта да түсіреміз жалпы. И және видео жағынан да услугамыз бар. Видеода командамыз, өзімізде команда бар, бір жағынан кран бар, дрон бар дегендей. Жалпы енді той жағынан негіз біздің өз студиямыздың мына услуганың өзінің бір бағыты негіз той жағынан. И және де бір отбасылық сурет жағынан. Мен естуімше Астанада студияның ішіне киіз үй қойып түсіріп бастағандардың алғашқыларының бірі деп сендерді айтады. Ол қалай болды, не үшін? Басында студияны алған кезде біз ойладық, енді бұл студияның ішінен оны қалай ремонттаймыз, оның ішінен бір басқа студияға қарағанда кішкене бір өзгеше болу керек деп ойладық та. Соған енді Қазақстанға келіп тұрып, не үшін бір ұлттық нәрсе бір жасамасқа. Сол үшін әкем екеуміз бір ақылдасып, бір киіз үй қояйық дедік. Содан бір жартылай киіз үйге заказ беріп, ішін толықтырып, біраз киімдер тіктіріп, кісілерге де бір жағынан қызық, үйдің ішінде бір киіз үй болған соң. Енді Астана суық жер, помещенияның ішінде киіз үй тұрғаны өте бір жылы, бір жақсы, тапсырыс берушілерге өте бір ыңғайлы деп ойлаймын енді. Жазда ыстық, желі болады, қыста суық деген сияқты. Астанаға жиі барамыз, бірақ соны білеміз, байқаймыз. Ендігі мәселе, мынау қазір біз Қытайда отырмыз, өзің де Қытайда тудым деп жатсың. Қытай Халық Республикасындағы фото студия бизнесі мен Қазақстандағы соған ұқсас бизнестердің айырмашылығынан бір-екеуін айтып өтсең. Ерекшелігі. Енді жалпы мен өзім мына фото саласына келгенімге бір 7-8 жылдай болып қалды. Енді осы жылы осы Қытайға келіп, 2024-тің осы Шанхай көрмесіне қатысып болған соң, маған деген бір үлкен бір мотивация болды жалпы. Себебі Қытайдың жұмыс істегенін енді әлем біледі, Қытай өте пысық халық екенін. Бұл енді фото саласының бірінші рет келіп көрген соң өзімнің бір әріптестерім қалай жұмыс жасап жатыр бұл жақта. Олардың бір ойларын бөлісіп менімен бірге тәжірибелерімізді ауыстырып қарасам, негізі біз үйренетін затымыз өте көп. Қазақстанның жалпы фотограф жағынан болсын, жалпы студияның услугасы жағынан болсын, үйренетін зат енді өте көп енді жағынан. Енді оны бір-екі минутта айтып болуға қиын енді, себебі мағанда да үйренетін зат. Мен түсіндім, бұл сен Қытайға келіп көрдің, қазірше бұл сыр. Сен енді соны қолданасың, сол кезде көреміз. Жақсы, бұл ашып жариялау өте уақытты көп болатын шығар дегенмен. Жақсы, сөйтіп де солай бұл сұрақты. Ендігі келесі бір сұрақ. Қазақстандағы фотографияға
не жетіспейді? Жалпы енді өзің жаңағы көрдім жасаймын деп жатсың, жалпылама. Өйткені енді шет жақтарда жүресің, салыстырмалы түрде енді өзің ойлайтын шығар, мынау болса әттеген-ай бізде Қазақстан неге болмай жатыр, мына жақта бар екен деген сияқты өзің ойыңды бөліссің. Фотография жайлы, видео емес. Жалпы фото мамандар аз ба деп ойлаймын Қазақстанда. Себебі Қазақстанда мына фотоны үйрететін жалпы кәсіп, жалпы орталық негізі көбінесе қазақ тілде өте аз негізі жалпы. Менің байқауым бойынша енді бар шығар деп ойлаймын. Ал Қытайда негізі жалпы мұндай маманды арнайы университеттерде пән қылып қойған. Ал Қазақстанға енді келіп жатыр негізі. Соған бізге мамандар аз деп ойлаймын. Сол себептен енді Қазақстанға көбінесе жастарға бір фото суретін қызығуға бір жұмыстар жасау керек деп ойлаймын. Ойлаймын деп айта беремін. Енді бір жоқ, отыра берсе ештеңе етпейді. Отыра берсін. Енді бір не, тағы да бір сұрақ. Мынаны қайтадан бір айтып жіберейін. Осы ойыңды ма? Онда қоса айта бер. Жалпы бұл ештеңе етпейді болды. Кет, айта бер. Не туралы сұрақ болды? Маман жетіспейді. Қазақстанда не жетіспейді дейсіз ғой жалпы? Маман жетіспейді негізі жалпы. Себебі бұл Қазақстанда енді ғана келіп жатыр да, бұл маманды университетке енгізіп. Сіз енді жалпы бұның бастама себепкердің біреусіз. Оған енді көп адамдар бірлесіп бұл мамандықты ары қарата дамытуға атсалысу керек деп ойлаймын. Ал себебі көбінесе мына жастар әзір фотоаппарат алады да, оны оңай жолмен ғана бір-екі настройкасын біліп алып, қане тойға шығып кетеді, суретін түсіріп кетеді. Соған халық оны негізі бір өте жеңіл кәсіп деп ойлайды жалпы. Ал енді оны жүйелеп, дұрыстап, оның маманын үйренсе, енді әрине ол халық негізі бағалай біледі деп ойлаймын. Сол себептен бізге сол маман жетіспейді жалпы. Халықтың бағасы демекші бір қызық сұрақ туындап жатыр. Мысалы, Қазақстанда халық бір суретке қанша ақша береді, Қытайда бір суретке қанша ақша береді деген сияқты. Салыстырмасын. Енді ол әртүрлі енді. Арзан да бар, қымбат та бар ғой. Енді осы жолы біз бір-екі студияға кіріп шықтық. Бір айырмашылығы жері, Қытайда негізі суретті санымен сатады екен. Бір сурет, екі сурет, үш сурет деп. Бір суреттің бағасы енді бір қарасам средний бағадан 15 мың теңгенің ар берінде бір сурет. Ал біз Қазақстан жақта ол суреттің санымен сатылмайды. Ол жерде общий түскен суреттің бүкіл оригинал нұсқасында барлығы клиентке береміз. И өңделген суретті де тоже. Ал Қытай жақта оның бәрін санмен есептейді екен да. Бір сурет, екі сурет, 10 сурет, 20 сурет деп қане. Оны көбейтпейді оны ары қарата. Құндылық жағынан қай жақта көп ақша төлейді? Әрине енді Қытайдың базары негізі өте кең, өте ұсыныстар көп болған соң енді мына жақта енді ақша табу жағынан енді Қазақстанға салыстырғанда енді мына жақ көп шығар деп ойлаймын. Енді жалпы ол енді әр адам өзіне байланысты. Қай жақта қалай ақша табатынын. Қазақстанда ақша табады емес. Мысалы бір суретке, мысалы бір 3-4 сурет түстік дейік. Иә. Тапсырыс беруші, мысалы Қазақстанда сендердің студияларында қанша алады? Қытай Халық Республикасы қанша болады? Біз барған студияда негізі 3-4 суретті, бір суретті 10 мың теңге алады. Оның ішіне кіретін сол кісі кіреді, басынан бастап макияжсын, образын бәрін дайындап береді. Ал біздегі 3-4 суреттер ол жалпы келеді де түседі, бір стенаға тұрады. Бағасы бір 500 теңге, 1000 теңгенің ар бері. Қытайда 10 есе. Ал услуга, сервисі жасап тастаған да бұл жерде. Енді көрермендерге не айтар едіңіз? Фотограф болам деген, фотосүйер қауымға енді студияның бір иесі есебінде, ел көріп, жер көріп жүрген азамат есебінде, және де фотографияға жанашыр, толғанып, ұйықтамай шашағарып жүрген бір маман есебінде не деп айтасыз? Фотограф болмаңыздар деп. Неге? Жоқ, қалжыңдаймын. Жалпы фотограф болсаңыз, біріншіден өзіңіздің біліміңізді ары қарата дамытыңыз. Екіншіден өз сүйген кәсібіңізді адал еңбекпен өз армандаған жетістікке жетуге не деп айтсақ, армандар орындалады ғой жалпы. Армандай беру керек адам.
бұл фотографты жақсы көретін адамдар жалпы өмірге де құштар. Көзқарастары да басқа өзгеше болады да жалпы. Соған жастарға айтарым, егер де фото саласын ұнатсаңыздар, жақсы білім алып, жақсы бір кәсіпті қолға алып, ары қарата дамуға енді болашақ бар кәсіп деп ойлаймын. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы, Өте сізге де рахмет. пайдалы пікірталас болды деп ойлаймын. Қате айтып қойған сөздерім болса енді айып етпейсіздер енді. Жақсы, кездескенше. Жақсы. Астанада кездескенше. Жақсы, аман болыңыздар. Жақсы.